Ассаламу алейкум, қадірменді көрермендер. Біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің хабарымыз әуе қорғанысы күштері жөнінде болмақ. Бұл әуе қорғанысы қарсыластың әуе шабуылынан қорғанысты қамтамасыз ететін шаралар кешені. Бүгін сол әлемдегі ең мықты деген 5 зениттік зымырандар кешенімен танысатын боламыз. Осы арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз. Ендеше кеттік. Бесінші орында С-400 Триумф. Бұл ұзақ және орта қашықтықтағы Ресейдің зениттік зымыран жүйесі. Бұл жүйе 28 сәуір 2007 жылдан бастап қарулы күштер сапында шығарушы Алмаз Антей корпорациясы 552 данасы шығарылған. С-400 барлық заманауи және жетілдірілген аэроғаштық шабуыл қаруларын жоюға арналған. Оның ішінде гипердыбысты қару-жарақ бар. Триумф бұл экспорттық нұсқаның атауы. С-400 зениттік зымыран жүйесінің нарықтық бағасы шамамен $500 миллион. Ерте анықтау радиолокаторы 91N6E нысанды белгілеудің максималды ауқымы баллистикалық нысан 230 шақырымнан, ЭПР-4М куб нысандарын 390 шақырымнан және стратегиялық авиацияны 570 шақырымнан анықтай алады. Нысанды анықтаудың максималды биіктігі 100 шақырым. Қанатты зымырандармен жасырын нысанға қарсы мүмкіндіктері жоғары. 96L6E радиолокаторында антенналық мультимедиялық массив қолданылады. Аппараттық блокты 100 метр қашықта орналастыруға мүмкіндік бар. Жалпы алғанда 12 жылдан бастап Ресей қарулы күштері 16 полктік С-400 әуе қорғаныс жүйелерін алды деп Ресей қорғаныс министрі Шойгу Ресей қорғаныс министрлігі алқасында есеп айырысу отырысы кезінде айтқан болатын. 2015 жылы 26 қарашада Түркия Ресей ұшағын атып түсіргеннен кейін С-400 әуе қорғаныс жүйесі Сирияда Латакиядағы Ресейдің Хмеймим авиабазасында орналастырылды. Бұл жүйе Ресейден бөлек Қытай және Түркияның әуе қорғаныс күштерінің сапында тұр. Швецияның қорғанысты зерттеу агенттігі С-400-дің нақты мүмкіндіктері асыра сілтілгенін көрсететін талдау жариялады. Бұл жүйенің төмен ұшатын нысандарға қарсы әрекет ету ауқымы іс жүзінде небәрі 20 шақырымды құрайды, ал нақты қашықтық мәлімделген 400 шақырымның орнына 150-200 шақырымды құрайды. Сондай-ақ баяндамаға сәйкес болжамды ұшу қашықтығы 400 шақырым болатын 40N6 зениттік зымыраны толық сынақтан өткен жоқ және онша сенімді емес деген болады. 4-ші орында SAMP-T. Бұл Франция мен Италия бірігіп шығарған зенитті зымыран кешені. SAMP-T кешені механикаландырылған бөлімшелер мен әскерлерді зениттік қорғауға, сондай-ақ тактикалық зымырандардан бастап ұшақтардың барлық түрлерінен және әртүрлі ұшқышсыз ұшатын ұшу аппараттарымен аяқталатын әуе нысандарының ауқымды шабуылынан маңызды стационарлық объектілерді қорғауға арналған. Кешеннің бас құрастырушысы Eurosam Europol консорциумы. Зениттік зымыран контейнер қондырғысынан тігінен ұшырылады. Зымыран ұшырылғаннан кейін тік көтеріледі, содан кейін ұрыс бағытына ауысады. Жүйе нысанды анықтау сәтінен бастап атып түсіргенге дейінгі аралықта толықтай автоматтандырылған. 2006 жылдан бастап қарулы күштердің сапында. FACEF кешендерін құру бағдарламасы бірқатар инновацияларды атап айтқанда, жүйені әуемен тасымалдау үшін жүйелердің модульдік орналасуын, кешен элементтерінің жалпы санын азайтуды, жүйенің нақты өнімділігіне сәйкес қолданылатын технологиялық шешімдердің жаңалығын бүкіл жұмыс циклінде кешен жүйелерін жаңарту мүмкіндігін қамтиды. SAMP-T әуе қорғаныс жүйесінің ерекшелігі бұл FACEF әуе қорғаныс жүйелерінің модульдік диапазонының нұсқаларының бірі. Нысанды жою биіктігі 25 шақырым, зымырандардың максималды ұшу жылдамдығы 1400 метр секунд, зымырандардың орташа ұшу жылдамдығы 1900 метр секунд. SAMP-T кешенінің құрылымына мыналар кіреді. Фазалық массивтік антеннасы бар Thomson CSV Aerobel типті көп мақсатты радиолокациялық жүйе. Жауынгерлік басқару кабинасы FACE, онда нақты уақыт режимінде әуе жағдайы туралы барлық ақпаратты өңдейтін басқару жүйесінің жабдықтары.
Сондай-ақ екі дисплей жүйесінің консолі орналасқан. Астер-30 зымырандары көліктегі және ұшыру контейнеріндегі жауынгерлік дайындықта 8 зымыран тұр. Астер-30 зымырандары көліктегі және ұшыру контейнерлеріндегі жауынгерлік дайын 8 зымыран үшін ұшыру модульдері бар. Үшінші орында Patriot М104 ақш армиясы және одақтас елдер армиясының сапында тұрған американдық зениттік зымыран кешені. Рейтон бастаған американдық компаниялар тобы жасап шығарған. Бұл Patriot кешені Nike Hercules және Hawk зениттік кешендерін ауыстыру үшін жасалған. Сонымен қатар Patriot кешені орта және жоғарғы биіктіктегі әскерлердің позициялық аймақтарын әуеден қорғауға арналған. Сонымен қатар Patriot ақш армиясы деңгейінде зымыранға қарсы қорғанысты қамтамасыз етуі керек еді. 1980 жылы қазан айында кешендер мен зымырандардың сериялық партиясын өндіру жөнінде келісімшартқа қол қойылды. 1981 жылы бұл кешенмен әскерлерді жабдықтай бастады, ал 1982 жылы ресми түрде қарулы күштерге қабылдады. Бұл Patriot зениттік зымыран кешені ірі әкімшілік өнеркәсіп орталықтарды, әскери теңіз базаларын және әскери әуе базаларын қазіргі кездегі қолда бар барлық әуеден шабуылдаушы құралдардан жаудың мықты электронды қарсы тұру әрекетіне тойтарыс беруге қауқарлы. Кешен бір мезгілде 100-ден астам әуе нысандарын тауып алып анықтауға, 8 таңдалғанды үздіксіз сүйемелдеуге, ату үшін бастапқы әрекеттерді дайындауға, ұшыруға әр мақсатта 3 зымыранды басқаруға қабілетті. Зениттік батареяға әрқайсысында 4 зымыран тұратын 4-8 ұшыру қондырғысы кіреді. Батарея бұл жауынгерлік тапсырманы өз бетінше орындай алатын ең кіші ату блогы. Көбінесе батарея дивизион құрамында қолданылады. Patriot зениттік зымыран кешені жоғары қабілетке ие. Кешен ақштан бөлек басқа НАТО елдерінің қарулы күштерін жабдықтауға арналған перспективалы кешен ретінде қарастырылады. Кешеннің тиімділігі оны әуе шабуылына қарсы зымыран жүйесінің жүйелері мен тораптарында заманауи материалдар мен озық технологияларды қолдана отырып, оны жетілдірілген схемалық шешімдер негізінде құру арқылы қол жеткізілді. Ұшыру қондырғысы зымыранды оның бойлық ойысына қатысты контейнердегі азимутына +110 -110 градус аралығында айналдыруға мүмкіндік береді. Зымырандарды ұшыру бұрышы бекітілген горизонттан 38 градус. Бұл кешен ақштан бөлек Германияның, Грецияның, Иорданияның, Испанияның, Катардың, Кувейттің, Нидерландының және Жапонияның қарулы күштерінің сапында тұр. Екінші орында Давид Слинг немесе сиқырлы таяқша. Бұл израильдік зениттік зымыран кешені. Израиль қорғаныс күштері бұл кешенді қысқа қашықтықтағы баллистикалық зымырандар мен ірі калибрлі басқарылмайтын зымырандарды ұшу қашықтығы 70-тен 300 шақырымға дейінгі және ұшу жылдамдығы дыбысқа дейінгі қанатты зымырандарды атып құлату үшін пайдаланады. Бұл кешенді Израильдің Рафаэль компаниясы американдық Райтон компаниясымен бірлесіп жасаған. Сондай-ақ бұл жүйе ұшақтарды атып түсіруге қауқарлы деп болжануда. Бұл сиқырлы таяқша кешені Израильде жасалып жатқан зымыранға қарсы қорғаныс жүйесінің орта буыны. Бұл зымыранға қарсы қорғаныс жүйесіндегі алдыңғы бөлімге орнатылған 2 бағыттаушы жүйемен жабдықталған 2 сатылы зымыранға қарсы зымыран радиолокация оптикалық электронды әзірлеушінің айтуы бойынша кешен кез келген ауа райында жұмыс істейтін болады және оның зымырандары ұшудың ортасында бағытын өзгерте алады. Бір зымыранның бағасы $1 миллион құрайды. 2016 жылдың наурызында Израиль қорғаныс министрлігі мен ақштың зымыранға қарсы қорғаныс агенттігі зымыранға қарсы жүйенің жабдықтары мен аппараттарын Израиль әскери әуе күштеріне бере бастады. 17 жылдың сәуір айында зениттік зымыран кешені сиқырлы таяқша Хатсордағы әскери әуе күштерінің базасында ресми түрде әскери кезекшілікке қойылды.
Бірінші орында TED. Бұл Америка Құрама Штаттарының зениттік зымыран кешені. Бұл орта қашықтықтағы зымырандарды трансатмосферада атып түсіруге арналған зымыранға қарсы жүйе. Шығарушы Lockheed Martin компаниясы. TED зымыранға қарсы кешенін құру бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын 1992 жылы Lockheed Martin компаниясы бастады. 1995 жылдың басында Нью-Мексикодағы White Sands полигонында мобильді кешеннің жебертей көп мақсатты радиолокаторының және басқару пунктінің прототиптері орналастырылды. 2010 жыл наурызда ақш-тың зымыранға қарсы агенттігі Lockheed Martin компаниясымен 6 TED зымыранға қарсы жүйесін жеткізу туралы келісім жасасты. 3 және 4 батареялар жаңа кешендерден жасақталды. Бір TED батареясына 24 зымыранға қарсы 3 ұшыру қондырғысы, басқару орталығы және X диапазоны бар радиолокатор кіреді. TED зымыраны бір сатылы қатты отынды қозғалтқышты Pratt & Whitney жасаған. Зымыранның ұшу қашықтығы 200 шақырымға дейін, ату биіктігі 150-200 шақырым, жылдамдығы 2700-2800 метр секунды, 3,5 мың шақырым сағатына ұшып келе жатқан зымыранды атып түсіруге қауқарлы. Радиолокаторлық жүйесі ANTPU-2 радиолокациясы, анықтау диапазоны 1000 шақырым, X диапазон, биіктікте сканерлеу бұрыштары 10-60 градус, сәулені басқару электромеханикалық, түрі цифрлы антенналық решеткасы, командалық пунктті RLS-тан 14 шақырымға дейін орналастыруға мүмкіндік бар. Бұл кешеннің бағасы $2,3 миллиард. RLS-ті қоспағанда RLS-тің бағасы $574 миллион. Бұл кешен ақш қарулы күштерінің құрамына 2013 жылы берілді. Сондай-ақ Біріккен Араб Әмірліктері, Оңтүстік Корея, Жапония және Сауд Арабиясының қарулы күштерінің сапында тұр.